Мақсатқа жеңіл жолмен жету табыс құпиясымен өздеріңізбен бөлісіп кетейін. Табысты болу үшін мақсат қойып, жоспар құрып, іс-әрекетке көшу керек. Кейбір жандар мақсатына жоспар қоймай-ақ құрамын деп жүреді. Ал кейбір жандар жоспарды қатырып құрады да, бірақ іс-әрекетке көшпейді. Ондай адамдардың табысқа жеткендерін көрмедім мен бұл әлемде. Ең бастысы іс-әрекет. Біз әрқайсымыз вакуумда өмір сүрмейміз. Адамның күні адаммен. Негізі біз түсінбегендіктен өмірге ылғи қысым жасап жүреміз. Мысалы, диванда отырсақ, диванға қысым жасаймыз. Бәлкім, ол диванда біреудің орны. Біреуге ұнауы мүмкін, біреуге ұнаумауы мүмкін. Өмірге де қысым жасағанда, сондай қысымға 3 қысым автоматты түрде пайда болады. Яғни, мақсатқа жету жолында іс-әрекетімізге бірінші кедергілер келеді. Ол Ньютон заңдылығы бойынша күшке күш қарсы келеді. Екінші, көмек күші болады. Бір адам сенің мақсатыңа қарсы шығады. Бір адам сенің мақсатыңды қолдайды. Ал кейбіреулері бақылап қана отырады. Үшінші күш өзара әрекеттесу күші, бейтарап энергия, санадан еркін энергия өтеді. Тұлғааралық қарым-қатынас, жеңіл мақсатқа жететін жол. Мақсатқа жету жолында үш күште автоматты түрде пайда болады. Егер өмірде әркім өз мақсатына ғана жұмыс жасаса, ол өз ойымен әлек болады. Өзінің бойындағы энергиялары бір-біріне қарсы шығып күресіп жүреді. Өзара әрекет етсе, тұлғааралық қарым-қатынас осы 3 күшті тиімді қолдануға көмектеседі. Сол кезде мақсатқа жеңіл жолмен жетеміз. 20% табысты адамдар осы 3 құпияны түсінеді. Осы 3 сыртқы күштерді қолданады. Ал 80% адамдар өзі мақсатқа жетемін деп, өз ойымен арпалысып, сол себепті олар табыссыздар қатарында болады. Мұнда пейілі тар деген сөз. Ниетімізді, пейілімізді кеңейтіп, 9 күн мақсатым менің қайда марафонына тұлғааралық қарым-қатынас арқылы мақсаттарымызға тиімді жолмен жетуге шақырамын достар. Марафон 4